Саламатсыздар ма? Мен Бауыржан Момышұлы атындағы орта мектебінің физика пән мұғалімі Нұрмахамбет Әсел Жұпарбайқызы. Сабақтың тақырыбы жарықтың интерференциясы және дифракциялық құбылысы. Сабақты бастау үшін экранға назар аударайық. Оқу мақсаты жарық толқындарының интерференциясы және дифракциясы пайда болу шарттарын сипаттау. Ал енді интерференцияға анықтама берейік. Интерференция кеңістікте екі немесе одан да көп толқындарын беттесу нәтижесінде қорытқы толқын амплитудасының күшеюі немесе әлсіреуі. Мысалы, су тамшыларының интерференциясын қарастырайық. Мына суретте көрсетілгендей, су бетіне түскен тамшылар су бетінде толқындар туғызады. Бұл тамшылардың беттесуі жаңа қорытқы толқын пайда болуына алып келеді. Және бұл толқын амплитудасы бір аймақты кішірейсе, басқа бір аймақты күшейетінін байқаймыз. Тура сол сияқты жарық та интерференцияланады. Жарық интерференциясы деп кеңістікте екі немесе одан да көп когерентті толқындардың беттесуі нәтижесінде қорытқы толқын амплитудасының күшеюі немесе әлсіреуі. Жарық интерференциясын байқау үшін міндетті түрде когерентті толқын болуы қажет. Когерентті толқын дегеніміз екі толқынның тербеліс жиілігі мен тұрақты фаза ығысуы бірдей толқындар. Мысал келтіру үшін жарық интерференцияға төмендегі суретке қараймыз. Екі жарық көзінен толқындар пайда болады. Және бұл екі толқын беттесіп, жаңа бір толқынның пайда болуын алып келеді. Егер жарық жолына экран қойсақ, бұл экранда жарық ашық және күңгірт жолақтардан тұратынын көреміз. Бұл интерференциялық суретінің пайда болуы. Ашық жолақ біз интерференция максимумдерін деп атаймыз, және бұл жолақтарда амплитудасының күшеуін көрсетеді. Ал күңгірт жолақ интерференция минимумдер деп аталады. Жарықтың толқынды қасиетін сипаттайтын тағы бір құбылыс жарық дифракциясы. Жарық дифракциясы жарықтың тесіктер мен тосқауылдардың шетінен орағатып өте алу құбылысы. Төмендегі суретте жарық дифракциясы көрсетілген. Толқын фронттары тосқауылға жеткен кезде саңылаудан өткен толқын фронттары әрбір нүктесі толқынның көзі болып табылады. Сондықтан әрбір нүктеде біз жаңа бір толқын пайда болуын байқаймыз. Міне осылай жарық толқындары өтеді. Егер жарық көзіне экран қойсақ, онда біз дифракциялық суретті аламыз. Бұл дифракциялық сурет ашық және күңгірт жолақтардан тұрады. Ашық жолақтар дифракциялық максимумдар деп аталады, ал күңгірт жолақтар дифракциялық минимумдар деп аталады. Лабораторияда жарықтың интерференция және дифракциялық құбылыстарын байқау үшін біз құрылғымызды жинаймыз. Біздің құрылғымыз жарық көзінен және де оптикалық көзден тұрады. Жарық генератор арқылы беріледі. Сөйтсемізде біз көзілдіріктен жарық дифракциясын, интерференциясын байқаймыз. Бұл жарықтың толқынды қасиетін байқау үшін бізге берілген лабораториялық құрылғы. Лабораторияда жарықтың интерференция және дифракциялық құбылыстарын байқау үшін біз құрылғымызды жинаймыз. Біздің құрылғымыз жарық көзінен және де оптикалық көзден тұрады. Бүгінгі сабақта біз жарықтың интерференция және дифракциялық құбылыстарын байқадық. Яғни жарықтың толқынды жарықта толқын екеніне мысал келтірдік. Және де оны дәлелдедік. Сонымен біздің сабағымыз өз мәресіне жетті. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.